жаңағы любимая, я тебя люблю деп қойдым, бопты, любимая болып жүре бер. Одан кейін мынаны кетірген кезде ішкі жүректерді кетіріңіздер. Анау Ақтаудың жігіті бар, Ганвест деген қазақ бала бар. Сау жері жоқ өзі. Мен былай ашық тұрған жердің бәрін көрдім, мен жабық жерін көрген жоқпын, шешіп. Но менше шешіп көрсең тоже татуировка бар ау деймін о жағында да. Сондай адам тәуба қылса, я Алла мені кешір десе, мына ерінің бәрін жырып не салғандар, татуировка салғандарды Құдай кешіре ме? Кешіреді жаным. Алла сізді жақсы көреді. Сол жақсы көргені үшін сіздер мені тыңдап отырсыздар. Алла сізді жақсы көреді. Ол анық 100%. Сені тәубаға келтіріп жатыр. Тура жоқ. Егер Алла қаламаса, кетші деп жатып ұйықтай бересің қазір. Мен көру нәсіп болмайды. Сондықтан басқа ұстаздар тыңдау да тура сол сияқты. Сондықтан ардақтылар, сол Ганвестің өзі жаңа айтқан жігіттен шығып отыр ғой, сыртын бәрі татуировка. Бірақ ол жақсы жігіт. Қазақы, жомарт, жүрген жерінде қайыр садақаны үзбейтін, сондай бір Құдай оған көресіздер, Алла жүрегіне салып намаз оқиды. Мен дұға қыламын сол азамат үшін. Енді қараңыз. Кейбір адамдар бар, оның іші жаманда, Ганвест ол бер жақта қалып қалады. Ішінің бәрі арам. Ұрысқанның бәрі қас емес, әділдік бар мойнында. Күліп, құлшылық жасап, тақия киіп, сақал өсіргендердің барлығы мәз емес, қотыр тасы қойнында дейді. Алла біледі оның ішінде қандай дүние бар екен. Сондықтан біз ең бірінші мына ішкі дүниемен алысу керектігімізше, бізді соған үйреткен. Сыртыңды күшті қылуға болады. Мәселе осы да. Сондықтан адамның ішін тазалайық біз бірінші. Менің ішім қандай деп бәріміз білеміз. Ана айнаға қарағанда, айнаның ар жағында тұрған кім екен өзіміз жақсы білеміз дейді. Умраға рассрочкамен барса, біз бәрін рассрочка алып біттік уже. Қалмады. Телефонымызда, әйелімізді рассрочкамен келген, оқуымызда, енді ең қасиетті өзі намаз Меккеге қалды өзі. Қалғаны. Енді оны рассрочка жасақ білмеймін не болатын. Қазақтың салт дәстүрлерінің көбі дұрыс емес дейді, дей береді. Сондықтан оларды тыңдамаңыз. Қазақтың салт дәстүрі, егер қазақи салт дәстүр болатын болса, ана көшедегі бабушкалардың ойлап тауған, ана жерден шығарып алғандар емес. Кәдімгі шын атадан балаға өтіп келатқан, поколениядан өтіп келатқан, тұқымнан тұқымға келе жатқан дәстүр, соның біреу сәлем салу. Ол қай жақтікі болса, біреулер сәлем киеді, біреулер қолын қояды, біреулер басын битетіндер бар, ол да жақсы. Проблема жоқ. Әйтеуір үлкендерге құрмет, үлкендерге іззет болса, ол біздің дәстүріміз, ол біздің жолымыз. Сондықтан ана бүйтіп айтты, Кавказдағылар сөйтеді екен, аналар бүйтеді. Жоқ, біздің өзіміздің жолымыз бар. Біздің Құранымыз бар, біздің пайғамбарымыз жақсы көрген сүннетіміз бар, имамдарымыздың айтқаны бар, алламаларымыздың көрсеткен жолы бар, өзіміздің салт фиққул уақиа дейді, өзіміздің көрсеткен жолымыз бар, ата-бабадан айтқан. Осының бәрін жинаймыз да жүреміз. Ораза бекіткендердің көзінше тамақ ішуге болады ма? Жақсы нәрсе емес. Макрух дейді, имсақ сақтану керек, күнә болады деп айтқандар да бар. Мысалы, сіздер барлықтарыңыз ораза болсаңыздар, күндіз, даже мен былай деп айтайын, күндіз ораза күні. Сіздер ораза ұстап, мен отырып алып, чай ішіп, сіздерге уағыз айтып отырсам, не айтасыз? Бола ма? Табалдырықта амандаспауды сұрапты бір қазақ. Жарым жартылай қазақ. Дұрыс. Табалдырықта амандаспайды. Бұл жерде табалдырықтың қасиеті емес. Бұл жерде кіріп шығу, бір-біріне кедергі болмау мәселесі бар. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне Абу Бәкір мен Али екеуі қатар келіп қалады. Сонда екеуі сен кір, мен кір деп екеуі тұрған бір ұзақ. Яқты табалдырықтың алдында амандаспау нәрсесі, бұл дұрыс нәрсе, қазаққа сиятын нәрсе. Бұл жерде апарып шариғатқа қосып бір нәрсені бүйректен сирақ шығарып. Дәретсіз ауыз бекітіп ашуға бола ма? Айттық, болады.
Енді рассрочкама барып қойыпсыз, қабыл болсын. Ораза ұстап жүріп баняға баруға боламы? Шыққаннан кейін болады, жазды дұрыс шығар. Бірақ күндіз орысша айтқанда нежелательно. Енді болмайды деп айта аламыз. Неге? Өйткені тағы да айтамын. Ораза, құлшылық айы, құлшылық сәті, сағаты, минуты, таңғы сағат мысалы 5-тен кешкі сағат қанша? 7-ге дейін, 7:30-ға дейін, әр жерде қалай 8-ге дейін. Осы аралықта сіз минутына дейін кітап оқып, құлшылық қылып, ғибадат қылып, жақсылыққа бет бұрып, өміріңізді өзгертетін сәт. Түсінесіз ба? Баняға барып, ой рахат-ай деп веникпен ұрып, кіріңді езіп отыратынды жер емес. Сіз намазды сөйтіп оқып бердіңіз. Алхамдулилля, жоқ қой. Алхамдулилля, бітті болды. Аллаға қабыл болсын дейсіз. Бола ма сол? Әлбетте жақсы нәрсе емес. Сондықтан қияметте айтылады ғой, біреудің намазымен бетіне ұрады, мен сенің намазың дейді. Ана инвалид намаз, мүгедек намаз болып қалмасын. Баняға барғанда 4 сағат, 5 сағат жүретіндер бар. Қалай енді? Қыз баларға оразада ерін бояуға бола ма дейді. Оразаны бұза ма деп сұра, бұзбайды. Шаш қысқартуға бола ма? Болады. Оразада тамақтың тұзын көріп, түкіріп тастау керек, жұтсаң ораза бұзылады. Менің қызым 19-да намаз оқимын дейді. Ерте емес пе дейді. Ардақтым. 19 жасында өліп қалғандар бар, ажалы жетіп. 19 жасында күйеуге шығып, бір бала босанып алғандар бар. Сіз әлі кішкентай деп жүрсіз. 19-да қыз, ол уже бой жеткен, үлкен қыз, уже жеке тұлға. Алланың алдында одан сұрақ болады, жаным. 19 жаста. Сіз оны әлі ертең күйеуге шықса да, мен балама сөйлеме, мен қызыма сөйлеме деп болды. Ол тәртіпке үйренеді, құлшылыққа үйренеді. 19-дағы қыз деген ол үлкен азаматша деген сөз. Қолында көк пәшпөрті бар о қыздың. Пәшпөрті бар уже. Қойыңыз, ұстасын, бүйіріңіздер қайта. Неге оқымай жүрсін деп. Осы ораза ұстап дейді. Қарыз күндер туралы айтсаңыздар, сонда ораза ұстағандар қарыз болмай ма, осы туралы айтсаңыз дейді. Адамның мойнында қарызы болса, оразадан қарыз күндер. Ол өткен жылғы мысалы айтайық, әйелдерде жиі болып қалады, үзіліп қалады, таза емес күндерінде ораза тоқтайды. Сол кезде ораза тоқтаған кезде оразан тазаланады, тазалағаннан кейін оразадан жуынып, ғұсылын алып, қарғай ұстап кете береді. Енді мына қалған 4 күн, 5 күнді не істейді? Бұл тұра береді. Келесі жылға дейін ұстамаса не болады? Тоже тұра береді. Содан кейін жаңа жылы ораза кеп қалды биыл. Ойбой, мен 4 күнім бар еді ғой деп отырмайды. Ұстай береді, бәрібір мына келген оразаны ұстай береді. 4 күнге тағы 4 күн қосады. 8 күн болды. Содан кейін кезде бала күйеуге шығады, бала көтереді, бала көтергенде тағы ұстамайды, 8 күн тұра береді. Тағы үзіледі, бала көтерген кезде 1 жыл 38 күн болады, бала босанады, тағы да 68 күн болады. 2 жыл емізесің, 68-ге тағы да 158 күн болады. Ал айтпесе. Тұра бере ме мойында? Мойында тұра береді. Енді қашан шамасы жетеді? Ұстайды, жетпей дүниеден өтіп кетсе, иншалла, Алла афуру рахим, кешірімді, рахымды кешіріп жарылқайды деген үміттеміз. Бірақ сол үшін басқа амалдарыңыз да жақсы болсын. Менің ораза ұстаған жоқпын деп күнә істей беріп, өсек айта беріп, ұрлық қыла беріп, басқа қыла берген болмайды. Фетхулла Гүлен туралы айтыңызшы дейді. Фетхулла Гүлен мойындалған ғалымдардың бірі. Ол кісіні тіл тигізуге болмайды. Енді ол кісіменен біреудің пікірлері қатар келмеуі мүмкін. Мысалы біздің елімізде бір уақытта ол кісіні көтерді, одан кейін ойбай деп бүйтіп қойса бізде желі ғой өзі. Бұлай ойбай десе жақсы болып қалады, жаман десе бәрі жаман болып қалады. Бізде сондай өзіміздің пікір қалыптасамайтын сәттеріміз бар. Мен ол кісінің жеке өзім танымаймын, еңбектерімен былай оқығаным болмаса ол кісінің таныс емеспін. Бірақ жалпы мұсылман ретінде Закир Наик туралы немесе қандай пікірді істесе, мен ғалым адам, 10 мың адам бір мезгілде тыңдағанын білемін. Кімді? Фетхулла Гүленді. 10 мың адам. Сондықтан өте ғалымдығы мойындалған адам деп айта аламыз. Енді оның ана Түркияның президентімен келісе алмағандығы ол олардың ішкі саяси шаруасы. Саид Нурси әлімді тура солай. Кім Фетхулла Гүлен түрік, Саид Нурси күрд, көбінесе
не жағынан жазған, иман мәселесі жағынан философиялық еңбектері бар. Кейбір сұрақтарды оқып үлгеремей жатырмын, кешірім сұрап жатырмын. Боқтап қойсаң аузың ашылып кете ма? Ашылмайды, бірақ боқтаған дұрыс емес. Ашылмайды екен деп ұра бермеу керек. Айнұр Тұрсынбаева туралы қандай ойдасыз? Жақсы ойдамыз, қазақтың қызы аман болсын, қолынан келгенше жасап жатқан шығар. Енді ол кісі діндар адам емес, діндің адам емес, ол кісі өзі айтады, жаңылмасам. Сондықтан жақсы кісі. Тозақ туралы айтасыз ба? Біз жәннет туралы айтайық. Адамның үмітін жалғайық, Құдай қаласа. Тозақ туралы кейін басқа ұстаздар айтып береді. Жанын шығарып тұр. Тарихат деген не айтыңызшы? Тарихат деген рух тәрбиесінен өткен ғылым. Адамның рухани дүниесі, сопылық, тасауф жолында ішкі дүниемен айналысатын ілім жол. Гипспен жүрсең, аяққа масық тартуға бола ма? Өзде аяққа масық тартылады. Қолын сулап қойып, сүртіп қоясыз. Ауызбектерде суды дұға оқығанға дейін шу керек пе дейді. Бола береді. Дұға оқып алып ішсең де болады. Ішіп алып дұға қылсаң да болады, бола береді. Ауыз немен бекітіледі? Бірінші осыны түсініп алыңыздаршы, өткенде де айттым, тағы да түсіндіріп берейін. Ауыз немен бекітіледі? Ауыз дұғамен бекітіле ме? Жоқ. Ауыз бекітілу үшін екі нәрсе шарт. Бірінші жүректен, ішкі жүректен ниет шарт. Екінші шарты уақыттың кіруі шарт. Ауыз бекітілу үшін екі нәрсе обязательно. Екі нәрсе обязательно. Біріншісі ниет керек. Ниет еттім бүгін ораза ұстауға десең, екінші енді ниет бар, все. Енді бұл ауыз қашан бекітіледі? Шлагбаум қашан жабылады? Мен айтқан кезде жабылама, су ішіп болғанда жабылама, қай уақытта жабылады? Уақыты кіргенде жабылады. А уақыты қайсысы? Уақытысы таң намаз. Таң намаздың уақытысы кіргенде сіздің аузыңыз жабылады. Түсінікті? Мысалы, әлі бізде ауыз бекіту уақыты болған жоқ. Мен айтып болған бағана сіздердің эфирден шығардың алдында, мен жақсы түсіндіріп берейін, сіздерге жүріп екінші бұл сұрақ қойылмайтын қалайық. Мен бағана эфирдің алдында, өйткені көріп отырсыздар, бекітіп үлгеремеймін. Эфирде отырым тура таң намазының уақыты кіргенше, азан айтылғанша. Енді естіресің, мен ораза ұстамайын ба? Жоқ, бағана ішіп алдым, ниет қып қойдым, Алла оразам қабыл қылып, ішіп жеп, тезірек аузым бекітіп қойдым. Енді сіздердің алдыңызда отырмын. Су ішкім келіп, мен дұғасында оқып қойғам, ниетінде жасап қойғам. Бірақ аузым ішсем бола ма? Бісмилла іше бересіз. Неге? Өйткені әлі уақыты кірген жоқ. Мен уақыты кірген кезде аузым жабылады. Түсінікті? Сіздердікі де солай. Сіздің бүкіл интервьюларыңызды тыңдап құлақ құрышынан Алла разы болсын, рахмет. Барлық ұстаздардың тыңдаңыздар. Бір адам әулие емес. Мен қателесем, пендемін, менде де қателесем. Бірақ қолымнан келген жасап жатырмын. Қолымнан келгенше жасап, таухидқа, Алланың сеніміне, жаратқанға қосып. Кейде бір сөзді айтам деп басқа сөз айтып берген уақыттарым болған. Менде қателік бар. Мені апарып бір святой қылып қоймаңыздар. Мен басымда облака жоқ, бұлт жоқ. Мына жерімде нем жоқ, қанаттарым. Бір чала сауат бір адамбыз, пендеміз бәріміз. Сондықтан қолымнан келгенше білгенімді сіздермен жеткізіп, Алланың жақынына жеткізіп беріп жатырмын. Мені сынап жүргендерге апарып өткізіп беремін, Құдай қаласа. Ал мына қарай сендер түзетіңдер деп. Құдайға шүкір, қазір бәрі сауатта. Бітірдім, басына 535 теңге, мен 5 адамға беремін, 6520 теңге. Осыдан асып кетпеу керек па дейді. Аса берсін. Ондай план жоқ. Асып кетсе, сдачасын күтіп тұрмайсыз. Ана бір мешітте садақа жаңағы бітір сабатыр ғой біреу. Содан салып жіберді. 25 теңге сдачаны бермейсіздер ме не дейді? Бермейміз дедім. Мен не істеймін дейді. Енді ящикке салып жібердің, ящик шығарамайды ол. Ол Каспийдің несі емес, енді не істейін енді. Ту дейді. Сол сияқты артық бере беріңіз. Жалпы бітір садақаны бір адамға артық берсін дейді ғалымдарымыз. Семьяда 4-еу болсаң, мысалы, 5-еу болайық, ендігі жылға дейін қызым күйеуге шықсын, балам үйленсін, әйтеуір бір жақсылық болсын отбасымда. 4-еу болсақ, 5-еу. Жылына бір-ақ рет қой, өзің ойлашы, ішінде келіннің ішінде бала береді. Уайым. Түнгі сағат 2-де бір звондайды өткенде. Шол үшін ояндым. Аға, не болды, тыныштық ба десем? Біз ойланып отырмыз, үйде шу болып жатыр дейді. Не болды, тыныштық ба?
Біздің ана келін көтеріпті, соның ішінде балаға береміз бе, бермейміз бе дейді. Түнгі сағат 2 беретіні 535 теңге. Сол 535 теңге түнгі 2-де сұрап жатыр. Не ол, не проблема? Сондықтан беріңіз. Тоқалың болса, тоқалыңа да бер. Аман болсын деп. Ете өліп қалса екен деп тілеп жүріп бәйбішеміз. Солай. Молданың ақысы қанша дейді. Өзіңіз білесіз. Қаншаға бағалайсыз сол? Ми'радж дегенде, ми'радж, араджа. Құранда екі түрлі қып айтады оны. Ми'радж дейді, және Исра деп айтады. Сол Исра деген сүре бар бізде. Соның бірінші аятында Subhanallah asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Allah Tağala өзінің жақсы көрген бір пендесін Меккеден, яғни Мәсжидул Харамнан Мәсжидул Ақсаға жеткізді дейді. Сол жерде көтерді, сол үшін көтерген нәрсе. Жол жүргенде, зираттың және өткенде қолымызды жай батақсақ бола ма деген шығарсыз, иә болады. Кіреме, Ханафи кіреме дейді. Осы сөзді мазақ қылып отырған сізге Аллах Тағала өзі шешеді. Бірақ соларды жамағатты бөліп, сондай ортаға елдің ішіне салып отқан үшін, иншалла, қылған үшін тағы жауап бересің. Сау басыңа сақинат тілемей, болмаса тыныш отырғаныңыз қайырлы ғой өзіңізге. Оны менен жақсы біліп тұрсың. 30 күн оразада, 30 күн оразада жатып алып, прикол сабасың. Дінді прикол қылғандардың аяғы аспаннан келеді жаным. Менімен ойнамасаң да дінмен ойнама жаным. Ойнайтын нәрсе емес ол. Шамаң жетсе, Назарбаевпен ойнаш, духың жетсе. Сондықтан ойнайтын нәрсені қара. Осындай дінді осылай ойқысаңыз, ертең бала шағаңның алдында сақалыңмен ойнайтын болады балаларың. Бұл минимум. Сәлеметсіз бе, ата-анамен қалай қарым-қатынасымды дұрыстасам болады дейді. Ата-анамен қарым-қатынасты түзету, ол сенің праваң емес. Ата-анаменен жақсы болу, ол Құдайдың бұйрығы. Уавасайни бил валидайни ихсана. Алла өсиет еттім, тапсырдым, бұйырдым. Бұйрықтан да жоғары тұрады. Сіз бе, ата-анамен жақсы болу. Ол мен баққан жоқ, ол мен қараған жоқ, маған биткен жоқ. Қарамаса одан ары. Саған дүние сыйлады, өмір сыйлады. Сені өлтіріп тастаған жоқ, крайне аборт қып, көшеге ағызып лақтырып тастаған жоқ. Сені дүниеге келтірді. Соның өзі міне былай сені қызметте болуға міндетті. Түсінесіз бе? Сондықтан ардақтылар, ата-анаңызды өлгенде бағыштап, басына памятник тұрғызғанда не пайда? Сол кезде күшті молданы шақырып бүйтіп оқытып, елге бүйтіп көрсетіп, біздің қазіргі заман, мына сыртқы заман, мынаны күшті қылып көрсететін заман, сырты әдемі деген заман, бірақ іші пәс заман. Сондықтан сіз қойыңыздар оны, тірі кезінде бағала, ертең өлгенде сол менсінбеген әке-шешең таппайсың. Кім көрінгенге жалынып өтесің, жылы сөйлегендердің барлығының жәніне жақындап, ол кезде біреуіне керек емессің сен. Мүмкін ақшаң бар кезде керексің, соңмен пашол бол дейді саған. Сондықтан ардақтылар, одан кейін өз балаңды сондай халге түсіріп қояды Алла Тағала. Ата-ананы қадірлеңіздер. Жақсы ма, жаман ба, ұрса ма, ұрыспа. Bir gün келеді, ұрсатын адам таппайсың. Сол кезде ана молданың ұрысқанын тыңдайтын боласың дейді. Соны ата-анаңыз бар ма, тыңдаңыздар. Зекетті айтпай бере ме дейді. Зекетті айтпай береді. Бірақ бір шарты бар, жүректен шығу керек. Мынау зекет деп беру. Алған адам, ему не обязательно. Зекет алып жатыр ма, не алып жатыр, помощь ба, спонсор ма, ол білмей-ақ қойсын. Бірақ сізден шыққанда зекет деп шығу керек. Және зекет ағайын туған туыстардың ортасын бекіту үшін керек. Ағайындарды күшейту үшін, ассалам алейкумды күшейту керек. Ал біз тағы да айтамын, өлгеннен кейін бауырмай деп барамыз. Не пайда ол бауырыңнан сенің? Рахымдығыңнан не пайда, айтшы. Бауырмай деп жылап келгенде саған не келеді одан? Қай жерің, қай тесігің жамалады? Сондықтан ардақтылар, барында бағалаңыздар. Жоғалған пышақтың бір айт сөз сабы артын дейді. Намазда кішкентай қызым оянып кете береді. Намаз қаза болды. Қаза намазым қай уақытта оқысын болады? Енді қаза қалған намаз любой уақытта оқылады. Қаза намазға тыйым жоқ. Ол уже қаза деген сөз. Бірақ енді кішкентай баланы жылап атса қолыңа көтеріп оқи берсең болады. Шын оқитын адам амалын табады. Біздің аналарымыз шалын құрметтеп, бір баладан кейін бір баланы туып, намаз оқып, өздері ғұсыл алып,
күйеуінің тамағын жасаған нағыз әулиенің тұқымымыз біз. Ал енді қазіргілер ананы харам, мынаны харам дегендер, сол кісілерге кішкене қарап бүйтіп, оқып шық, болмаса анау ауылда кемпір шалға бар ерінбей, соған барып қандай болған десең айтып береді. Оразаны уақытылы ашу міндет пе, сауап болады. Өзі уақыт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асығыңдар дейді ауыз ашуға. Асығыңдар деген сөз 10 минут бұрын ашып бер деген сөз емес. Уақыты кірді бол аш дейді. Созба дейді, шаман келгенше. Енді шаман келмесе, келіп тұрса, келмей тұрса проблема жоқ. Автобуста тұрсың, көшеде жүріп кетсің, сол кездегі мәселе. Шәресін ішпейсіз бе? Шәресін ішіп қойдым, жаным, рахмет, Алла разы болсын. Аймен амандасу дұрыс па? Аймен амандасуға болады, аймен емес. Айға қарап, айдың жаңа айында дұға қылған. Осы оразаның алдында айға, біздікілер айға қарап дұғалады. Жоқ, айға қарасаң, Құранда аят тұр. Айға, күнге сыйынбаңыздар дейді. Атамыз қазақ айды құрметтеп, айға қарап дәрет сындырмаған, күнге қарап дәрет сындырмаған, бұл жаңа Құрандағы аятқа амал қылған. Бірақ біз Аллаға сыйынған еліміз. Осы жерде бір мәселе бар. Жаңа ай дұғаланда біреулер айға қарап дұға қылады. Жоқ, Аллаға, қыблаға қарап дұға қыласыз. Егер қыбланың қай жақта екенін білмей қалсаң, онда сол тарапқа қарап дұға қыла бересіз. Аллах Тағала әрбір келген айдан өзгеріс құрмет, өзгеріс жақсылық үйрену керек адам. Мәселе осылай. Тарауық намаз неше рекағат оқылады? Білетін 4-5 сұрақпен сүремен оқи берсе бола ма? Қайталап оқи беру. Біздің дініміз өзі қайталау. Мына имам шығып өзінше, Нұрлан деген бір имам шығып апты да өзінше новый шариғатта. Жоқ, қайталау. 19 жылы өмір сүрген аталарымыздың шариғаты ол қайталау. Пайғамбардың заманында саллаллаху уақытысындағы шариғат ол қайталау одан бері қарай. Ақыр заман ең соңғы адам дүниеде өткенше дін қайталау. Заманында шариғат өзгеріп, новый, я так думаю, мен солай ойлаймын деп шариғат жоқ бізде. Сол бірақ жол өзі. Сара жол, дана жол, ғажап жол. Сондықтан бұл жаңара бермейді. Дінен жаңа айтқан 4 сүремен өзіңіз оқи берсеңіз болады. Тыңдамаңыздар. Ой, бай, сенікі қабыл емес, кілтіне сен қолында ма не? Менің қолымнан келген осы. Жаттап атырмын, оқып атырмын. 4 сүре білем. Жоқ, 2-ақ сүре білем. 2 сүремен оқи беріңіз. Қайталау. Тура таң намазы 2 сүннеті қалай, 2 парызды қалай, тура солай оқып кете бересіз. 2-2-ден оқып кете бересіз. Қаза намаздарда әуелен намазды өтеуге бола ма? Жоқ, қаза намаз қазамен өтеледі. Үйіп намаз оқығанда сүрелерді оқимыз ба, қалай ниет етеміз? Имамға үйідім дейсіз, имам оқиды, сүрелерді оқымайсыз. Ханафи мазхабында керектесі үндемей тұру уәжіп болады бізде. Енді кішкене үйреніп алайын, имаммен бірге имам оқиды, қысқа сүрелер оқыса, мысалы, сол қысқа сүрелерді бүйтіп, енді сені дауысың шығып кетпеу керек, жай қайталаса, мысалы айтайық, мен шәрил уәсуәс ханнас деп лесіп оқысаң болады. Тілін шо дегенді келтірсең жақсы болады. Осы сұрақ әбден шаршатты енді десе де. Ауыз ашқанда дәрет алып ашама дейді. Дәретпен ашсаң, молодец боласың, күшті болады. Дәрет алып ашсаң, молодец боласың. Күшті, красавчик. Ал енді дәретің болмасашы, бола береді. То есть дәрет міндетті емес. Дәрет не үшін керек? Дұға қылғанда дұғаң қабыл болады. Тез қабыл болады. Дәретсіз жай қабыл болады. Бітеп, созылы бар бейбі жүреді былай жатқанда. Түсінікті болсын. Енді қалай айтайын? Дәретпен болсаң дұғаң тез етеді. Дәретсіз ауыз бекітіп, ашылған айттық я. Жәкем қосылды, ассаламу алейкум. Қарыз оразаны дүйсенбі, бейсенбі күні ұстаса бола ма? Болады. Ақыры ораза бітеді, Құда қаласа біткеннен кейін үзіліп қалған күндеріңізді дүйсенбі ұстасам бола ма? Міне, азаматсыз. Ең соңғы қаза дейсіз, соны айтпайсыз. Мысалы айтайық, 2004 жылғы сентябрь айында болған Рамазанның қазасы демейсіз. Алла өз тауып алады, басыңды ауыртпау жағына. Ең соңғы қаза оразам, ең соңғы қаза деп ұстай бересіз. Болды, Алла өзінің датасын, числосын өзі қойып алады. Сіз ұстай беріңіз. Сабырлы болыңыз дейді. Сабырлымын, Құдайға шүкір. Намазды телефонға қарап оқысам бола ма дейді. Намазды телефонға қарап оқысаңыз болады, бірақ телефоннан да жақсы лайфхак үйретем сізге. Мынандай блокнот аласыз, мына бір жаңылмасам 600 теңге тұрады, мынандай блокнот. Сол намаздағы, ютубтағы намаздағының барлығын тетрадь алып жүресің ручка.
сол ручкамен жазасың. Намаз деген сондай екен, парыз, 4 парыз, менен естіген, басқа ұстаздан естіген, бәрін жазып қоя бересіз. Менің намаз еңбегім деп қоясыз, жаза бересіз. Ішіне күшті өлеңдер, тақырыптар, қызық мақалдар, бұралқы сөздер, қазақша айтқанда. Сол бұралқы сөз бәрін жазып жүре бер. Қайидул илма бил китаби, білімді жазумен бекітіңіз дейді. Содан кейін қол бос кезде TikTok, Instagram көрмейсің. Ана күшті кісілердің Instagramын көріп басың айналмайды. Бүйтіп қарайсың, өзің жазған оқып. Дүниеден өтіп кетсең, Құда қаласа мынау балаларыңа еңбек болады. Кейін осы апамыздың кітабы, әкеміздің кітабы деп жақсы қылып шығарады жаным. Мәселе осыда. Сол үшін мынаны бүйтіп жазып жүріңіз. Соның ойда тез қалады. Намаз оқиған кезде бүйтіп қарап қойып алдыңа қойып қоясыз да оқи бересіз. Супер болады. Тізе шыққасы. Енді бізде жаңадан қосылған адамдар бар. Сондықтан ерінбей жауап беретініміз сол. Айып етпеңіздер. Кешірім сұраймын. Дауысыңыз шықпай тұр дейді. Ой, дауысымнан дауыс қалмады же. Алла баршамызға риза болсын. Рахмет сіздерге, тыңдап отырған. Дұғаларыңыз қабыл болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, күндеріңізге береке берсін. Жанат ұстаздың дейді. 4 күннен бері сұрақ қойып жатырмын дейді. Көрмедім сұрағыңызда. Ұстаз, ережеп Шағбан айында ұстаған ораза қаза оларда өтелмей қаза деп ниет етпесе өтелеме дейді. Жоқ, ниет болу шарт. Или қаза деп ниет қылу керек, или ережеп деп ниет қылу керек. Екеуін біреуін қосу керек. Сіз қаза деген жақсырақ болады, өйткені ережептінде сауап өтіп кетеді деген пікір күштірек. Нейтрондар менен жұмыс жасайтын терапия білмейді екен оны. Жүректің кірлеуі деген не? Жүректің кірлеуі ол бәрімізде болады. Өсек естейміз, өтірік естейміз, өзіміз айтамыз, айтып аламыз да деп қоямыз. Одан кейін барып күнәға қараймыз, жеген ішкеніміз андай болып қалады, мындай болып қалады. Неше түрлі нәрселерді көреміз. Қарама десе сваркаға қарайсың. Осы нәрселердің бәрі жүректің кірлетеді. Адамда дейді пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассалам жақсы айтады. Адамның бір жерінде бір жұдырық сияқты бір ет бар дейді. Сол ет жақсы болса, адамның ағзасы жақсы, ол жаман болса, адам жаман деп, ол қалып жүрек деп айтады. Сондықтан жүрек таза ұсталыну керек. Тима бауырым, Алла разы болсын. Неке қиғанда неке суын ішу маңызды ма дейді? Жоқ, маңызды емес. Маңызды емес. Просто біз өзіміз лайфхак жасап қойған, аталарымыз өзі күшті жол біздің. Қазақи дәстүр бұл жақсы нәрсе. Жақсы нәрсе суға конфет салып, ішіне жаңағы қант салып, сол екеуіне ішкізеді. Ішкен кезде бұл да бір өзіміздің жолымыз. Мен өзім ішкізем, шама келгенше, бірақ кейде біз таппай бір нәрсе болып қалады, сондай болғанда болмаса ішкізем. Ішкізгенде қазақтың дәстүріне қараңыздар. Біздің бабаларымыз, мен көрген үлкен дана аталарымыз былай істейді. Тәтті суды алып келеді, ішіне тиын салады. Тиындарды жуғызып, күміс тиындарды. Бағана күмістің кезінде салды ғой, айттық оны. Салады, соны ішеді. Ішкен кезде бала қай жерден ішеді, тура сол жерден келінге ішкізеді. Бұл горька деген сөз. Бұл горька деген сөз. Елдің алдында екеуі сүйісіп кетпеу керек та, бәрі бүйтіп қарап ойбай, күшті сүйісе деген ой деп. Сондай болмайды. Сол үшін біздегі сүйісу горька осы. Бүйтіп нешеден ішесің, соны әйеліңе осы жерден бересің, болды. Елдің алдындағы горька осы болады. Бұл қазақи өзіміздің нақыштағы дәстүр. Бірақ маңызды парыз емес. Некенің парызында жоқ. Даже неке кітаптарында таппайсыз оны. Бұл біздің қазақтың өзінің лайфхакі десек болады, қазақ тілімен. Намазды дауыстап оқу, қандай кезде дауыстап оқыған дұрысырақ. Дауыстап оқылатын намаздар бар, бізде дауыстамай оқылатын намаздар бар. Біріншіден, түсініктірек болу үшін дауыстамайтын намаздарды айтайықшы. Дауыстамай іштей оқылады деп жазады кітаптарда. Іштей оқыды деген сөз көп адам бүйтеді міне. Анда-санда былай қарап қояды, потолокқа қарайды, носкиіне қарайды, бас тесіл қапты ғой деп. Соның жай намазды қарайды бүйтіп. Ауыз жыбырламайды, ен жыбырламайды. Бұл намаз емес. Қалай тұрсаң олай тұр. Бұл намаз емес. Намазда мына ерін жыбырлау керек. Сыбырлау керек қазақша айтқанда, орысша шопотом дейді. Содан кейін былай сыбырлап оқисыз. Бұл керек нәрсе. Бүйтіп. Бұны іштен дейді осыны. Жалғыз бұл іште оқу міндет болады. 5-ді, асырды,
Осы екі намазды іштей оқу міндет болады, плюс сүннеттердің барлығын. Ал дауыстап оқылатын намаз бар. Ол таң намаз, ол ақшам намаз, ол құтпан намаз. Осы үшеуін дауыстап оқу керек. Кімге дауыстап оқу міндет болады? Кімге? Имамға. Имам жамағатымен. Имам дегенде мен айтып тұрған жоқпын. Имам деген үйде әкесі, балалары мен әйелімен оқыса, сонда мына жаңағы айтқан таң намазды қазіргі, одан кейін бесінді дауыстап оқу міндет болып қалады. Түсінікті? Дауыстағанды көрсете емесіндерге деп баритон менен сәсеттерді оятудың керегі жоқ. Балаларды шошытып жаңғыртып. Яғни дауысыңыз сәл шықса болды. Алхамдулиллахи Rabbil аламин, Ар-Рахманир-Рахим, Малики яумиддин. Болады. Осы жетеді осы. Осы қоңыр дауыс. Содан кейін жаңа созы, музикальный бүйтіп, ана қарап отырмын жаңа әртіс Жасұлан бауырым қосылып жатыр, ана Ернар Айдарды көріп қалдым. Солар сияқты ай микрофонға салып алып тұрып бүйтіп, волнаға түсіп алып тұрып, Жүзек FM-ге олай түсіп оқылмайды. Намазда кейбір оқитындар бар екен, бүйтіп оқитындар бар екен. Алхамдулиллахи Rabbil аламин, Ар-Рахман. Не бұл? Бұл не бұл? Намазда качаться етіп оқымайды бүйтіп. Намаз маятник сияқты оқылмайды. Тік тұрып оқылады, қазық сияқты. Неге? Өйткені сен бастықтардың бастығының алдында тұрсың. Әлемдердің иесінің алдында тұрсың, Алланың алдында. Ол қазықтай тұрып оқисың. Бүйтіп качаться етіп оқылмайды. Біреу бүйтіп оқыса, ол ана елді көрсету үшін оқып жатқан адам. Бол, басқа вариант жоқ жерде. Түсінікті? Қақиып тұрып оқисыз. Жаратқанның алдында тұрсыз сіз. Мәселе осыда. Так, несі қалды тағы? Қайсын айтуым керек еді? Запись экранын басып алмасын дейді. Үйреніп қалдық. Үйім жоқ дедіңіз рас па? О, баяғыда айтқам, я үйім мешітте тұрам. Аға, тамақ ауырып жатыр, аузым ораза, күндіз дәрі сепсем бола ма дейді. Сіз сепкен нәрсе, онда ораза бұзылады. Егер мынау бүйтіп шығып қоятын болса бұзылады. Свеча оразаны бұзады. Қай жағына салса да ораза бұзады. Майлы, я? Проктологический, урологический, қайсы болса да, гинекологический болса да бәрі бұзылады. Спрей, мұрынға сілетін спрей. Егер секені мына жерден қайтса, мұрынның мына жерден қайтса, онда бұзбайды. Егер осыдан өтіп ары қарай, називин беді қандай еді, бүйтіп тығып тұрып ар жағына үйшесен, басыны бұлай шалқайтып тұрып сепсең, мына точно кетеді ары қарай. Онда ораза бұзылады. Баланы спичкамен араластау. Мен ескі кітаптарда көргем, бар нәрсе бұл. Қазақи дәстүрде де бар, бір аластау нәрсесі бар. Бірақ оны апарып ширкке қосудың қажеті жоқ деп есептеймін. Ингаляция. Ингаляторды бүйтіп әшейін отыру, бұл ауа, бұл воздух. Бұл оразаны бұзбайды. Мына қойып бүйтіп әшейін деп демалу оразаны бұзбайды. Ол воздух әшейін. Ана әтір деп шөптер болады, бұл осы нәрселер. Қатты күлсең дәрет бұзылама дейді. Ха деп па? Жоқ, бұзылмайды. Әдепсіздік болатын шығар енді. Егер көзің минус болса дейді, сәл минус болса, намаз оқығанда қағазға қарап қалай оқимыз дейді. Минусты өзі алысты көре ме, жақынды көре ме, қалай еді өзі ұмытып қалыппын соны. В общем, былай. Алысты көретін болсаң, жазған тетрадыңды алысқа қойып қой. Так. Егер жақынды көретін болсаң, онда бадырайтып маркермен жазып қой. А4-ға. Онда ответі дайын. Екі бала бар, намазға қалай үйретсем болады. Сіз бірінші өзіңіз тұрыңыз. Соңын Құдайдан сұраңыз. Осы балаларым, Құранда жақсы аят бар. Балаларды намазға жағадым. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ey Allah'ım, ey Rabbim, менің жаратушым, менің бала шағам намаз оқитындардан болсын деген бір ғажап дұға бар, соны оқыңыздар. Біздің негізгі тақырып, сонымен аяқтайық. Өзі мен бүгін бір үлкен тақырыпты бастасам деген едім. Негізгі тақырыпты соңына қалдырдым. Ол дұға мәселесі.
біздің кейбір кісілер дұға менен дуаны ажырата алмай жүр. Өздері то дұға ма, то дуа ма, қайсы сөз адамды дуалайтын дегендей. Дуа деп те айтады бізге, ана бір дуа қояқ деп. Ана қырғыздар дуа қылып қойың дейді. Өзбектер дуа қойың дейді. Сонда қайсы дуа өзі? Адамды қалдабайт еткен дуаны біз дуалау деп есептейміз да, дұға десе дұға. Екеуі бір сөз. Дуа десе бір жаман нәрсе, дұға деген жақсы нәрсе сияқты да. Енді бопты, енді бізде сондай қалыптасты. Енді біз оны бүйтіп талдамай қояйық. Мен айтқаным, удуни астажиб лакум. Алла тағала өзі айтады, маған дұға қылыңдар дейді. Менен сұраңдар, мен қабыл етейін дейді. Өзі сұра деп тұрса, сұра менен десе, сұрамасаңыз не болады? Күнә бола ма? Алла өзі айтып тұр, менен сұраңдар деп тұр. Пайғамбарымыз айтады, алейхиссалату вассалам, менің аяғымның бауы үзілсе де Құдайдан сұраймын дейді. Сондықтан дұға туралы ашамыз, дұғаның түрлерін айтамыз бұйырса, қандай түрлері бар. Содан кейінгі тақырып бізде күндегісі, Құдай қаласа ораза бойына қабыл болмайтын дұғалар, қабыл болатын дұғалар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғалары, дұғаның қабыл болу уақыттары, дұғаның әдептері, тәуәссүлмен дұға қылу, дұғаның сөзсіз кімдердікі қабыл болады. Осы төңіректе бір-бір жүріп өтуіміз керек болады. Өйткені біздің негізгі тақырыптарымыз күнде 8:30-да жібек жол арнасын қосып жүріңіздер. Сол жерден Аллаға шүкір, биыл өте бір керемет жағдайлар болып жатыр. Аллаға мың шүкір, қайырын берсін. Жібек жолы республикалық арнасынан 8:30-да Алланың қалауымен, белгілі бір жақсы кісілердің ортаға түсуіменен, Алланың қалауымен сол жібек жолы арнасынан күнде 8:30-да бізде эфир жүріп жатыр. Соны баршаңызды көруге шақырамын. Сол жерде күнделікті бір тақырыпты біз қозғап, енді уақыт жарты сағат аздау лайф, бірақ сөйтсе де сол жерде айтып жатырмыз, бұл бұрын соңды болмаған нәрсе. Алла осыны көтерген, осыған жәрдем берген барша азаматтарға әрқашан дұғадамыз. Бірінші нәрсе. Ал енді таңғы сәресінде күнде бір тақырыпты қойып жатыр едік. Кеше бір алдыңғы бір әйел бала тақырыбын айттық та, енді оны айтсақ та кете береді. Оны мен жаңағы сол неге жібек жол арнасына қалдырып, бүгін сол дұға туралы кішкене кірсем деп едім. Бірінші мынаны түсінейік. Біз дұға қылған кезде, Алла жаңа айтты ғой, дұға қыл деп өзі айтып тұр. Енді сіз дұға жасап жатсыз. Сіздің бақытыңыз дұғада болады. Бақытыңыз адамда, бақытыңыз біреуде емес, бақытыңыз дұғада болады. Алла өзі дұға қыл менен сұраңдар десе, Алла адамның дәрежесін көтереді неменен? Дұғамен көтереді екен. Бір күні Ибрахим пайғамбар Құдайдан сұраған екен. Мен сенің халилің ба депті. Халил деген жақының ба депті. Иә деді Алла тағала. Мен сияқты тағы біреу бар ма деді. Саған жақын деді. Алла тағала бар деді. Ойбай, соны көрсем бола ма деді. Иә, бәлен жерде бар деді. Барса, айтқан жоқ Ибрахиммін деп, амандасты. Қарайды, бір сондай адам екен. Сондай бір адам екен. Ешқандай разницасы жоқ. Ешқандай разницасы жоқ. Біз деген істейді жоқ. Содан сұрады, әй, сені өз қай жерің артық деді. Не болды деді. Сені Құдай жақсы адам деп жатыр ғой. Қандай нең бар сен? Менде ешқандай нәрсе. Бірақ көп дұға қылған жақсы көрем депті. Отырсам дұға қылам, тұрсам дұға қылам, шай ішіп су ішсем дұға қылам, жүрсем дұға қылам, келсем дұға қылам, кетсем дұға, аузымнан дұға шыға береді депті, тілек шыға береді деген екен. Ана қарғыс алмай, алғыс ал деген сөз осы ғой. Сөйтіп сондаймын депті. Осыдан екен ғой депті. Енді бір дұғам бар депті. Енді бір дұғам бар. Ибрахим атамыз бейт бұрылып, қандай дұғаң бар десе, Ибрахим деген пайғамбар бар екен. Бір көрсем деп армандаймын сол кісіні депті ғой. Сонда Ибрахим айтты дейді ғой, сенің дұғаңның шарапатымен Алла мені саған алып келді деген екен. Соқтан дұға қыла берсеңізші. Аяйсыз ба? Білесіз ба? Намазда ықылас болмауы мүмкін. Көп адам айтады, өздеріңізді жазып жатсыздар ғой, намазда тұрғанда дейді, менде ықылас жоқ дейді. Яғни шын берілу кейде болмай қалады. Байқайсыздар ма? Дұға қылғанда ойың басқа, намазда басқа жақта тұрасың, бүйтіп тұрасың, өзің Италия, Испания, Мадридте жүресің. Ал дұғада ондай болмайды екен. Дұғаны бүйтіп отырып, ойың Мадридте жүрмейді. Анталияны ойламайды екенсің. Дұғаның қасиеті сол. Қол жайдың ба, ықылас өзі келеді екен. Сондықтан дұғаның қасиеті, дұғаны көп жасаңыздар. Балаларыңызды ойлаған, келешекті ойлаған, аяйсыз ба? Анамыздың, аталарымыздың аузынан дұғадан артық нәрсе шықпаған. Қазақ аман болсын. Ел аман, тілек, дұға деген тілектер.
дұға, я Алла, халқым аман болсын, елім аман болсын, бала шағам аман болсын, көршілерім, жұртым, әйтеуір қандай тілегің бар, Құдайға айта берсеш, есікті қаға бер. Дұға деген Құдайдың есігін қайтару, ашу, қағу, сол есік ашылады сізге. Ләйлә Сұлтанқызы, ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе? Алла разы болсын сізге. Рахмет. Сондықтан айтпақ болғаным, дұғаны көп жасаңыздар. Алла өзі жаса деп тұр. Жасама десе жасаймыз біз. Бірақ Алла жаса деп тұрған кезде, анау акция жасап жариялағандай, льгота бергендей жасаңыздар. Әсіресе Рамазан дұғаның айы. Күндіз жатырсың, ей Алла, бала шағам аман болсын, елім аман болсын, ей Алла, мені кешір, келешегімді жақсы қыл десеңіз Құдай береді. Әсіресе мен естіп отырған күйеуге шықпағандар, күйеуге шықпағандар, күйеу бағым ашылсын, отырайын дегендер, бүйтіп қиналып жүрсің. Отырма, Алланың есігін қақ, өзі келеді алдыңа бүйтіп сымырайып, мен сені алсам ба деп өзі келеді. Сұрасаңшы, Алладан аяйсыз ба? Жас үлкен келеді, жас кішкентай келеді, райымдар көп бізде. Келеді Құда қаласа біреу. Сіз сұрай беріңіз. Алла тағаладан жауап беруші. Бірақ сіз бір дұғаның шарттарын өтеміз ол. Кейінірек айтам, сеніп дұға қылыңыз. Одан кейін өзіңізге сұраған басқаға сұраңыздар. Дұға беруші Алла тағала. Келесі. Қазіргі дұғалардың көпшілігі бір тос сияқты болып қалды. Одан кейін ғалымдар айтады, егер сен бүкіл сұрағыңды Аллаға айтсаң дейді, адамға айтатын нәрсен қалмай қалады екен. Қараңызшы, қандай сөз. Егер сен бүкіл қажетіңді Аллаға айтсаң, Аллаға, адамға айтатын сөз қалмай қалады екен. Өйткені есіктердің есігін кіріп атсыз да, есіктің есігін қағып атсыз. Бұдан выше патолог есік жоқ. Сол бірақ есік бар. Сондықтан сол есікке көбірек дұға қылыңыздар. Отырғанда, дұға қылғанда бүйтіп, обязательно қыблаға бұрылу, даже дәрет не обязательно. Міндет емес. Дәретпен болған, конечно, жақсырақ, но дәретсіз дұға қыл десе, тоқта, дәрет алып келейін деп туалетке кетіп қалмау керек. Дұға қыл десе жасай бересіз. Өзің де жасай бересіз. Сондықтан, аяулы мұсылмандар, дауатун деген не? Төменнің жоғарға қайырылуы деген сөз. Дұға тілеу деген не өзі десе, төменнің жоғарыға жайылы жасаған мінәжаты, құлшылығы, тілегі, қайырылуы. Яғни мұқтажды беретінге, мұқтаж емеске қайырылуы. Ихлас сүресінде бізде бар. Самат деген сөз мұқтажсыз деген сөз. Қаланы мұқтажы. Сол мұқтажы жоққа, мұқтажы барлардың қайырылуын дұға деп айтамыз. Яғни біздің мұқтажымыз жоқ, біреудің баласы жоқ, біреудің тілегі жоқ, біреудің тендері жоқ, біреудің үйі жоқ, біреудің машинасы жоқ, біреудің велосипеді жоқ. Әйтеуір не керек? Қандай нәрсе керек? iPhone сұраса бола ма деп өткені бір сөзді. Конечно болады. iPhone Pro Max'ты бірақ сұра 1 терабайтты. Именнойын сұра керек болса. Сондықтан сұраңыз, Алла тағала сіздерге береді. Одан кейін әрбір пайғамбардың дұғасы қабыл болатын дұғалары болған. Әрбір пайғамбардың дұғасы болған. Пайғамбарымыз айтады, менің қабыл болатын дұғаларымның бәрін дейді, мен қияметке қалдырдым дейді. Ана дүниеге қалдырдым дейді. Алланың елшісіне ана қияметте үмбетімді қорғау үшін қалдырдым дейді. Сіз қияметке қалмасын дұғаларыңыз. Осы дүниеде бәрін сұрап тастаңыз. Ол ма? Одан кейін дұғаның қабыл болуының өзінің уақытысын айтқым келіп тұр. Яғни қай уақытта қабыл емес, ұзақтығын айтқым келіп тұр. Бізде мынандаймыз біз. Дегенде, мә деп пытыр түсу керек та бізге. Пытыр түспесе, что-то неправильно. Бізге сразу беру керек. Дұғаның қабыл болу ұзақтығы қанша деп сұралған екен. Мысалы, мен бүгін дұға қылдым. Енді осының ұзақтығы қанша уақытқа кетеді десе, Нұх пайғамбардың Мұса мен Харун дұға қылған кезде, сол дұғасының қабыл болатын уақытысы 40 жыл екен. То есть, дұғаның қабыл болуы 40 жыл. Атамыз қазақ осыны біліп даналап айтқан. Әкенің нәсібесі балаға неше жыл дейді? Оны бәріңіз өзіңіз білесіз. 40 жыл дейді. Мата
атымен бөз өтер, әке салтымен қыз өтер дейді. Сол қанша уақыт өтеді десе, 40 жыл өтеді дейді. 40 жыл сен әкеңнің аты сақталады. 40 жылдан кейін 50 жылда ел жаңа қалыптасу, ар жағы өзіңнің өмірің басталады. Сіздің атыңыз қалыптасады. Сондықтан, ардақтылар, дұға қылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден сұранам. Дұға, ол тұрғанда автобуста отырып дұға қыла берсем бола ма? Бола береді. Отырып алып дұға қылсам бола ма? Жоқ. Біздің дұғамыз телефон болып қалды қазір. Сондықтан осы телефонды кішкене бір мезгіл қойып дұға қылуды үйренсеңіз, біз Құдай қаласа осы 2-3 күн сәресінде Алла қуат беріп жатса, амандық болса, осы дұғалар қай уақытта қабыл болады айттық, қандай дұғалар жасауымыз керек? Осы туралы иншалла айтатын боламыз. Дұғаның негізгі жаңа айтқан бірден сұраған кезде қабыл болуы бар, және ол 4 ережесі бар деді. Ғалымдар айтады. Дұға қабыл болса, бұл сенің қалауың, қабыл болмай тұра тұрса, онда Құдайдың қалауы дейді. Құдайдың қалауы артығырақ дейді. Неге? Өйткені одан жақсысы бар Құдайдың дайындаған сізге. Алланың сізге дайындаған одан да жақсылығы бар, ардақты, аяулы мұсылмандар. Аянбаңыздар. Көп дұға қыла беріңіздер. Сразу бермесе, береді, беруші. Біздің халқымыз әумин деп сабыр етуші болған. Сондықтан дұғаларыңыз, балаларыңыздың жақсылығын көріңіз келе ме? Келешекте жақсылық күнді көр. Сұрасаңыздаршы. Сол үшін атамыз қазақ бір сөзбен қайырған екен, бізде сонымен қол тыңдайық. Таң намаздың уақытысы келіп тұр. Құдайдан сұрағанның бүйірі шығады дейді. Енді қазір бүйір шығарғандар жақсы емес, керек болады. Азудың методикасын сұрайды, ана Жасұлан Базарбаев, барлығының әрқайсының өзін сұрасаң бүйірің шығады. То есть семірмейсің, әйтеуір не керек, жақсы боласың деген сөз, солай деп соны тапсырлейік. Ал адамнан сұрағанның несі шығады дейді? Көзі шығады дейді. Яғни міндет қыла береді, көзіңді оя береді дейді.